Түркістан қаласы Әйтеке би көшесінің бойындағы жаяу жүргіншілер жолына жақында ғана күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Су жаңа жолдың сапасы көріп тұрғандарыңыздай сын көтермейді. Салынып жатырған құрылыста мердігер компания кім? Тапсырыс беруші мекеме қайсы? Қадағалаушы орган бар ма? Қанша қаражат бөлінген? Қай уақыт аралығында бітуге тиіс? Білмейміз. Себебі құрылыс төлқұжатын еш жерінен таппадық. Мемлекет қаражаты талан-таражға түсіп жатқаны ма? Сапасыз жолдар кімге керек? Әлде облыс орталығы Түркістанға сынған тастардан құралған жол жарай береді дегені ме? Қала әкімі Рашид Абатұлы осы мердігер компанияның сапалылығын өз қадағалауыңызға алып, жолдың халық пайдалануына жарамды етіп берілуіне назар аударсаңыз. Кеше ғана салынып, бүгін жарамсыз болып, көз бояушылықпен халықты алдаған фирмадан қайтадан стандартқа сай сапалы жол салып беруін талап етсеңіз.